Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін өткен видеороликтің жалғасы қимыл қозғалыс бақылауының физиологиясы. Қимыл қозғалыс бақылауының физиологиясы жайлы екінші видеоролик болып табылады. Бүгінгі тақырыпта сенсорлық және қабылдау жүйелері, оның ішінде нақты соматосенсорлық қабылдау жайлы айтып өтемін. Бүгінгі тақырып келесі тақырыпқа қалады. Ол вестибулярлық жүйе, көру жүйесі және қимыл қозғалыс жүйесі. Ал ендеше бастайық. Сенсорлық ақпарат қозғалыстағы негізгі рөлі. Сезінудің қозғалысты басқарудағы маңызы бұл рефлекторлық қозғалыстар, яғни жұлын деңгейінде ұйымдастырылған рефлекстер үшін негізгі стимул ретінде қызмет етеді. Қозғалысты модуляциялау, жұлындағы генераторлар, локомоторлық генератор мысалға арқылы пайда болатын қозғалыстарды реттейді. Жалғыз жұлындағы генераторлар емес, ол мидан келетін берілген бағдарлама, берілген команда қозғалыс пәрмендерін осы модуляцияға да сенсориканың рөлі зор. Жоғары орталықтармен байланыс. Жүйке жүйесінің жоғары орталықтарының келетін бұйрықтардың нәтижесінде туындайтын қозғалыстарды жұлын деңгейінде бейімдейді. Яғни жоғарыдан келген команданы қазіргі жағдайға сай қылып өзіндік түсірген команданы модуляциялайды. Әрі қарай ортақ жол, сенсорлық рецепторлық жұлынның интернейрондарын, яғни аралық нейрон немесе аралық нейрондарды мотонейрондарға сигналдарын жібереді. Әрі қарай күрделі басқару, өрлеме жолдар арқылы қозғалыстың анағұрлым күрделі деңгейде бақылауға қатысады. Әрі қарай енді келесі тақырып жағына қозғамас бұрын біз қосымша ақпарат ретінде тағы да айтып өтетін нәрсе бар. Бұл жігіт жайлы ақпарат құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты бұл жігіт өзі үш түрге бөлінеді. Бұл қанқа бұлшықеті, қозғалыстың және дене қалпын сақтауға жауап береді. Жүрек бұлшықеті жүрек қабырғасын құрайды және оның үздіксіз жұмысын істеуін қамтамасыз етеді. Және тегіс бұлшықеттер ас қорыту, зәр шығару, репродуктивті тыныс алу және тамыр жүйелерінің қабырғаларында орналасқан автоматты және ырғақты қызметін қамтамасыз етеді. Жалпы айтқан кезде біздің бұлшықеттер үш түрге бөлінеді. Бұл жүрек бұлшықеті, қанқа бұлшықеті және тегіс бұлшықет. Тегіс бұлшықет көбінесе біздің бақылауымызда болмайды. Біз тек саналы түрде бақылай алатынымыз бұл қанқа бұлшықеттерін, яғни қимыл қозғалысқа жауап беретін бұлшықеттерді. Әрі қарай қанқа бұлшықеті көрінісі, жалпы бұлшықет, кез келген бұлшықетті алатын болсақ, осындай ол бұлшықет ішкі бұлшықет шоғырынан тұрады, яғни фасцикулустан тұрады. Бұлшықеттің сыртын эпимезим қаптайды, араларында перимезим орналасады. Осындай бұлшықет шоғыры, бұлшықет несінен тұрады? Бұлшықет талшығы емес, бұлшықет ұршығынан тұрады. Яғни осындай бұлшықет шоғыры, фасцикулус, масло фасцикулус, яғни бұлшықет шоғыры, осындай бұлшықет ұршығынан тұрады. Осы бұлшықет ұршығы. Ал әрбір бұлшықет ұршығы осындай бұлшықет талшықтарынан тұрады, яғни muscle fiber. Және әрбір бұлшықет талшығы актин, миозин, задискас, тропонин, яғни энергия жұмсау арқылы осылардың бөгілу, жазылу арқылы іске яғни жұмыс істеп тұрады бұлшықет. Сонымен бұлшықет дегеніміз қанқа бұлшықеті құрамы. Бұлшықеттің шоғыры, бұлшықеттің шоғырынан бұлшықеттің ұршығы, бұлшықеттің ұршығынан бұлшықеттің талшығы. Осындай құрамынан тұрады. Әрі қарай бұлшықеттің ұршығы, жаңа бұлшықеттің талшықтарынан. Бұлшықеттің талшықтары қазіргі келесі слайдты қосқан кезде нақты түсінікті болады.
Жалпы бұл жерде айтып өтетін нәрсе, бұлшықет талшығы екі түрге бөлінеді: экстрафузалды талшықтар және интрафузалды талшықтар. Нақтырақ келесі слайдта айтып өтемін және осы слайдқа қайтып келемін. Так, бұлшықеттің ұршығында талшықтар екі түрге бөлінеді. Бұл экстрафузалды және интрафузалды. Мына жер суретті қарайтын болсақ, экстрафузалды бұлшықеттің ұршығын сыртынан қоршайтын талшықтар. Ішкі жағында интрафузалды талшықтар орналасады. Яғни сыртқы жағында экстрафузалды, ішкі жағында интрафузалды. Экстрафузалды талшықтар сіңірмен байланысқан, қозғалысты тудырады, өндіреді және бұны қозғалысқа алып келетін альфа-мотонейрон. Яғни мына сыртындағы бұл тек сыртқы бұлшықет талшықтары ғана сіңірмен байланысып ілініп тұрады, сүйекке ілініп тұрады жалпы айтқан кезде. Ал ішкі бұлшықеттер интрафузалды, олар сүйекпен байланысы, яғни сіңірмен байланысы жоқ оның. Интрафузалды талшықтар пропрецепцияға, созылу ұзындығы және жылдамдығына жауап береді. Яғни бұл көбінесе сезілу жағынан осы интрафузалды бұлшықет арқылы, бұлшықеттен алынатын импульстар арқылы біз денемізді пропрецепция, яғни бұлшықеттің кеңістікте орналасуы, қалай аяқ қолымыздың, яғни бұлшықеттеріміздің қалай орналасқанын, қандай жылдамдықпен қозғалатын барлығын осы интрафузалды талшықтардың да орналасқан афферентті рецепторлардан аламыз. Интрафузалды талшықтар өз деңгейінде екі түрге бөлінеді. Интрафузалды талшықтар екіге бөлінеді. Бұл ядролық қапшық талшықтары және ядролық тізбек талшықтары. Ядролық қапшық талшықтары nuclear back fibers, ядролық тізбек талшықтары nuclear chain fibers. Суретке қарайтын болсақ, ядролық тізбек талшықтарында ядролар тізбекше орналасқан, жалпы осы талшық атына заты сай болып тұр. Ядролық қапшық талшықтарында ядролар қапшық сияқты бір орында жиналып, әрі қарай осы кеңістік болады. Екеуінің өзіндік айырмашылықтары бар. Ядролық қапшық талшықтары сезімталдығы жоғары және жылдам. Яғни ядролық қапшық талшықтарында, бұлшықеттің ядролық қапшық талшықтарында рецепторлар тізбек талшықтарына қарағанда көбірек орналасқан. Мұнда созылу ұзындығы мен жылдамдығын сезу рецепторлары орналасады. Осындай созылу ұзындығы және жылдамдық жайлы ақпарат біздің миымызға барады жалпы айтқан кезде. Яғни бұл статикалық сезімталдылық, яғни денеде қалай орналасқан, және динамикалық. Біз қандай күшпен қолымызды көтеріп жатырмыз, қандай күшпен жылжып жатырмыз, қандай күшпен бұлшықет қозғалып жатыр, осының барлығы ядролық қапшық талшықтан келетін ақпарат. Бұның афферентті иннервациялайтын нерв, яғни ақпарат бірінші А типті талшықтар. Яғни осындағы ақпарат бірінші бір А типті талшықтар арқылы барады. Бұл бір А типтіні басқаша анулоспиральды немесе сахиналы спиральды немесе сахиналы оралымды ұштар деп айтады. Өткен слайдқа қайтып келетін болсақ, міне суретте көріп тұрғандағыдай, осындай бұлшықет қапшық ядролы талшықтарында, ядролы қапшық талшықтарында осындай сахиналы орамалы орналасқаннан кейін атына сай осылай мына анулоспиралды талшықтар деп атап кеткен. Бұл бірақ бірінші А типті сенсорлық ұштарға жатады. Екінші, ядролық тізбек талшықтары. Ядролық тізбек талшықтары бұл тек ұзындықты сезу, яғни қаншалықты созылды. Созылды ма, әлде жиырылды ма, осы ақпараттар тек осы ақпараттар жайлы ғана сигналды миға жібереді.
бұл ядролық тізбекті талшықтарды екі түрлі нерв иннервациялайды. Яғни бірінші А типті талшықтар және екінші типті талшықтар. Екінші типті талшықтарды басқаша гүл шоғырлы ұштар деп атайды. Flower spray endings. Так. Міне қосылып, бұл моторлы ғой. Так. Екінші типті сенсорлар осы міне орналасуы. Әрі қарай. Соматосенсорлық жүйе. Жүйенің жалпы сипаттамасы. Орталық жүйке жүйесінің ең төменгі деңгейінен ең жоғарғы деңгейіне дейінгі нейрондарды қамтиды. Сигналдардың шеткі аймақтарда қабылдаудан бастап, олардың ассоциативті қыртыста басқа сенсорлық жүйелермен біріктіру және талдау кезеңдерінен тұрады. Соматосенсорлық сигналдар талдау үшін иерархиялық және параллельді үлестірілген өңдеу тәсілдері қатар қолданады. Жалпы біздің ағзамызда өткен тақырыпта да айттым, одан кейін оның алдыңғы тақырыптарда да айттым, кез келген ақпаратты өңдеу екі жолмен жүреді. Бұл параллельді және иерархиялық өңдеу. Осы екі тәсіл қатарынан орындалып және осылайынан орындалады жалпы айтқанда. Жалпы осындай бұлшық талшықтарынан нейрон шетінен орналасады, шетінен келіп, осы жерден бұл нейронда афферентті, эфферентті барлық сигналдар осы нейрон арқылы біздің жұлынға қарай жол тартады, жұлынға қарай жетеді. Келесі слайдты қарайтын болсақ, өткен суреттегідей осындай нейрон ол жерден барлық афферентті, одан бөлек эфферентті нейрондар келіп тұрады. Әрі қарай, бұлшықет ұршығының құрылымы. Қаңқа бұлшықеттердің ішінде орналасқан капсулаланған сенсорлық рецепторлар, олар келесі бөліктерден тұрады. Бұл жерде жалпы интрафузалды өткен слайдта айтып өтілген ақпараттар қайталанады. Интрафузалды талшықтар бұл мамандандырылған өте ұсақ бұлшықет талшықтары, ядролық қапшық және ядролық тізбек талшықтары. Сенсорлық нейрон ұштары осы кішкентай талшықтардың орталық бөлігін орап тұратын бірінші А типті және екінші тобының афференттері. Бұдан бөлек айтып өткендегідей интрафузалды талшықтарды гамма-мотонейрон не істейді, иннервациялайды, яғни гамма-мотонейрон қозғалысқа алып келеді. Ал экстрафузалдыны өткен слайдта айтып өткендегідей альфа-мотонейрондар қозғалысқа алып келеді. Жылдамдығы бойынша альфа-мотонейрон шапшаң, жылдамырақ гамма-мотонейронға қарағанда. Бұлшықет ұршығының қызметі абсолютті ұзындық пен ұзындықтың өзгеруін анықтау. Бірінші А тобының афференттері бұлшықет ұзындығының өзгеру жылдамдығына, динамикалық ұзындыққа өте сезімтал. Бұлшықеттің тез созылуын дәлеліне жауап береді. Екінші тобының афференттері тұрақты немесе статикалық бұлшықет ұзындығын жауап береді. Рецепторлардың тығыздығы. Жалпы адамдардың ең жоғары ұршық тығыздығы көз, қол және мойын бұлшықеттерінде кездеседі. Бұлшықет ұршығының қызметі. Бұлшықет ұршығының қызметі. Бұл моносинапстық жұлын рефлексі, яғни бұлшықеттердің өзінде болатын рефлекстер. Бұны паттелярный рефлекс деп атайды. Тізеде орналасқан болатын болса, бұл рефлексті невролог дәрігерлер мысалы қолдан тексереді. Бұл моносинапстық жұлын рефлексі. Моносинапстық жұлын жалпы рефлекстердің түрі осындай моносинапстық, дисинапстық, полисинапстық деп осындай топтарға бөлуге болады. Моносинапстық дегеніміз, яғни афферентті жолдан бұлшықет кенеттен созылғаннан баратын сигнал бірден аралық нейронға аралық нейронсыз бірден эфферентті мотонейронға әсер етеді. Бұл жерде слайдта қолдың суреті көрсетіп тұр. Бұл жерде бицепс болу керек, мына бұлшықет трицепс болу керек. Кішкене бицепсті созғанда пайда болатын сигнал, мысалы моносинапстық жұлын рефлексі. Осылайынан баратын сигнал, бірінші А эфферентті сигнал барады да, бірден альфа-мотонейронға әсер етіп, бұлшықеттің жиырылуына алып келеді. Яғни альфа-мотонейрон қозады, қозғаннан сигнал келеді де бұлшықет жиырыла бастайды.
Бұл жерде тағы да осындай рефлекстің тағы бір түрі бұл рецепрокты тежелу рефлексі. Бұл дегеніміз не? Яғни қолды кенет созып жіберген кезде немесе аяқтан квадрицепстің бұлшықетін тізені балға арқылы ұрған кезде сіңірге тиіп бұлшықеттің созылуына алып келген кезде сол кездегі сигнал бірінші типті оперентті жолмен қайтадан барады. Енді осы жолы рецепрокты тежелу дегеніміз бұл сигнал артқы мүйізден кіріп жұлын деңгейінде аралық бірінші тежегіш интернейронына немесе бірінші аралық тежегіш аралық нейронына қозуын алып келеді. Бұл қозған кезде тежегіш нейрон сигнал бірінші өзінің жаңа созылған сигнал келген бұлшықетке барып оны қоздырады. Одан бөлек оған антагонист бұлшықет. Біз қолда алатын болсақ қолда трицепсті және аяқта алатын болсақ хамстринг бұлшықет топтарын, яғни аяқтың артқы жағында орналасқанда бұлшықет топтарын, соларға баратын мотонейрондағы сигналды тежейді. Яғни аралық нейрон мына жерде қозғалысқа кететін бұлшықеттің альфа мотонейроны тежегіш сигнал беріп, бұның босауын алып келеді. Яғни мына бұлшықет қозады да бұл жиырылады, ал бұл бұлшықет босаңсып жазылады. Сол арқылы, яғни бұлшықеттің өзіндік зақым тимеуіне үлес қосады. Әрі қарай тағы айтатын нәрсе бұл транскортикалды немесе ұзын рефлекс. Бұл қоршаған орта жағдайына байланысты оңай бейімделетін функционалды рефлекс. Бұл дегеніміз қандай да бір жағдайда, мысалы ыстық тиді немесе осындай рефлекс тексере келген кезде аяқты балғамен ұрған кезде аяқтың көтерілуі болып жатыр. Бұл өзі рефлекс екі жолда жұмыс істеп тұр. Бірінші жолдағысы бұл тез қайтып келеді. Бұл яғни арқа деңгейінде, жұлын деңгейінде рефлекс жүзеге асады. Бұл жүзеге асу барысында, осыны қарайтын болсақ, спинальный рефлекс одан кейін әрі қарай таламус арқылы супраспинальный регионға барып, одан кейін қайттан бұлшықетке команда келеді. Бұл дегеніміз не ғой? Яғни осы мотонейронның альфа мотонейрон жаңа бірінші рефлекс моносинапстық немесе рецепрокты тежелудің арқасында болып жатқан қозғалысты модуляциялауға жоғарғы деңгейден немесе ұзын рефлекс ретінде келіп әсер етеді. Бұл жерде айтып өтетін нәрсе бар. Әр бұлшықет жиырылған кезде альфа-гамма коактивациясы болып жатады. Альфа-гамма дегеніміз альфа мотонейрон мен гамма мотонейронның коактивациясы, яғни бірге активациясы. Бұл дегеніміз қандай да бір сигнал келіп, бұлшықетті мысалы қандай да бір қимыл қозғалысты іске асыру барысында немесе жылдам шалт қозғалған кезде бізге көбінесе осы альфа мотонейрон арқылы келген сигнал, альфа мотонейроннан келген сигнал бірден гамма мотонейронды да қоздырады өзі. Бұлшықет, мысалы қазіргі кезде қарайтын болсақ, ядролы қапшық бұлшықет, қапшық талшықтары, ядролы тізбек талшықтарын қарайтын болсақ, мыналар қазіргі кезде созылған күйде тұр, созылып тұр. Және бұдан кейін жиырылып, жазылып тұр. Мынау жазылып тұр, мынау не істеп тұр, қысқарып тұр да, былайша айтқан кезде. Кішкене терминдерден қателесіп жатыр. Яғни альфа-гамма коактивациясы дұрыс жүзеге аспаған кезде, егер осында қандай да бір ақау болатын болып жатырса, сыртқы альфа сигнал тек альфа мотонейронды ғана қоздыратын болып жатырса, яғни альфа мотонейрон жиырылып тұр да, ал гамма мотонейрон, яғни ядролы қапшықты бұлшықет, қапшықты талшықтар
созылған күйде қалып қойып тұр. Бұның салдарында адам өзінің қимыл қозғалысының, яғни өзінің кеңістікте денесін қалай ұстағанын, қаншалықты бұлшықеттің созылып тұрғаны жайлы ақпарат мына жерде орналасқан альфа а типті бір а типті мотонейрондар мотонейрондар деймін, бір а типті афферентті нейрондардағы ақпарат, яғни миға біздің дұрыс ақпарат жетпейді. Соған сай бұл жерде қозғалыс потенциалы төмендейді. Қозғалыс потенциалы, яғни қозғалыс жеткіліксіз болады, қозғалыс жай болады. Сонымен жалпы қандай да бір команданы орындау процесі бұзылады. Келесі тақырып бұл Golgi сіңір мүшелері. Golgi сіңір мүшелері, мына суретке қарайтын болсақ, мына жерде сіңір, мына жерде бұлшықет болатын болса, Golgi сіңір мүшелері осы екеуінің аралығында орналасады. Ал Golgi сіңір мүшелері бұлшықет пен сіңірдің қосылатын жерінде орналасқан 15-20 бұлшықет талшығымен байланысты. Иннервациясы афферентті ақпарат бір Б типті талшықтар арқылы беріледі. Бұл жерде Golgi сіңір мүшесінде эфферентті байланыс жоқ, яғни бұнда альфа, гамма болсын, басқа да болсын мотонейрондар ешқайсысы келмейді. Қызметі бұлшықеттің созылу мен жиырылу нәтижесінде керу күшінің өзгеруін анықтайды. Тіпті 2 граммнан 25 граммға дейін күшке дейін сезімтал. Және бұда тежегіс рефлексі. Бұл жерде керу күші дегеніміз, например, мысал ретінде бұлшықет жиырылған кезде, бұлшықеттер жиырылып жатырған кезде, мысалы қолына ауыр затты ұстап тұрып, жиырылып жатырған кезде, қаншалықты жиырылғанын сезіп тұрады. Мұнда өзіндік шегі бар. Бұл бұлшықетке немесе сіңірге, немесе сүйекке зақым тимес үшін қандай да бір шамадан асқан жағдайда Golgi сіңір аппаратынан, Golgi сіңір мүшелерінен сигнал барады. Яғни керу күші, яғни бұл жерде тағы да бір айтып өтетін нәрсе бар. Бөлек нәрсе, әрі қарай тағы жалғастырамын. Жалпы бір А типті афферентті жолдан созылу, жазылу, жиырылу болып жатады. Бір Б типті афферентті жолдар, яғни керілу, осы созылған керілу және босаңсу. Яғни қаншалықты тартылып тұр, қаншалықты керіліп тұр, қаншалықты тартылып тұр, соны білдіреді, және одан кейін босаңсуды анықтайды. Мысалы, қолмен ауыр нәрсені ұстап, немесе қол күрескен кезде, осылай ұстаған кезде, мысалы ретінде нақты бицепсімен осы бұлшықет бұлшықеттің жанында осы Golgi сіңір мүшелері орналасып тұр мына жерде. Содан келетін бірінші Б типті афферентті импульс артқы мүйіз арқылы барып, мотонейрондарға әсер етеді. Мотонейрондардың ішінде бұл бірден бір Б тежегіш аралық нейрон арқылы мотонейрондарға әсер етеді. Яғни өзінің бұл жерде дисинапстық тежегіш рефлексі. Яғни қандай да бір шектен асқан кезде бір Б афферентті нерв арқылы артқы неден өтіп, бір Б аралық тежегіш аралық нейронға сигнал береді. Одан келген сигнал сол бұлшықетті қосырып тұрған мотонейронды тежейді, яғни мына бұлшықеттің босаңсуын алып келеді. Одан кейін оған қарама-қарсы антагонист бұлшықетті жиырылуына алып келеді. Яғни бұл жиырылған кезде алдыңғы бұлшықет созылады, артқы бұлшықет жиырылады. Сонымен
бұлшықетке зақым тимейді, яғни бұл дизинапстық шешегіш рефлексі деп айтылады, яғни өз бұлшықетін тежейді және онтогенез бұлшықетті қоздырады. Шаршау кезінде бұлшықет жұмысын реттеуге қатысады. Әрі қарай айтатын нәрсе, бұл буын рецепторлары. Буын қозғалысын бақылау үшін түрлі рецепторлары бар. Бұған руфини тәрізді ұштар жатады, починеформды ұштар жатады, байлам рецепторлары және бос жүйке ұштары жатады. Қызмет ету ерекшеліктері: бұлардың диапазондық бөлшектену, көптеген рецепторлар қозғалыстың белгілі бір шектеулі ауқымына ғана жауап береді. Маңызы: төтенше қауіпті жағдайда буын бұрыштары туралы ескерту сигналын береді. Ми қыртысы ақпарат жіберіп, кеңістікте оқу орнымызды буыннан нақты позициясын қабылдауға көмектеседі. Буынның проприцепция арқылы кеңістікте қалай орналасқан жайлы көмектеседі. Және буында сіңірлерде нерв ұштары қандай да бір дөрекі қауіпті жағдайда ғана сигнал береді. Әрі қарай тері рецепторлары. Рецепторлар тобы. Тері рецепторларын бірнеше топқа бөліп қарауға болады. Бұл механорецепторлар, терморецепторлар және ноцицепторлар. Механорецепторлар бұған Пачини, Мейснер денешіктері, Меркель дискілер, руфини ұштар және шаш фолликуларының ланцет ұштары немесе перитрахеальды жүйке ұштары жатады. Бұлар бізді механикалық стимуляция, яғни ұстаған кезде, терімізге жанасқанда, терімізге қысым түскен кездегі сигналдарға береді. Әрі қарай терморецепторлар. Терморецепторлар салқын әсер еткенде, ыстық әсер еткен кезде, сол кезде температураның өзгерісіне жауап береді. Үшінші ноцицепторлар. Бұлар терінің ықтимал зақымдануы, яғни ауырсыну сезімін жеткізеді. Сезім саусақ ұшы сияқты аса сезімтал аймақтарда рецепторлардың тығыздығы өте жоғары, 1 шаршы сантиметрден шамамен 2500 рецептор келеді. Жалпы нейрондарды, осы механорецепторлардың нейрондарында осындай механикалық әсер ету, яғни жанасу, қысым және тағы басқа әсерлерінен механорецепторларда орналасқан нейрондарда натрий-калий каналдары бар. Натрий-калий каналдары, одан да басқа осындай механикалық әсерден қозатын каналдары болады. Осы механорецепторларда сол каналдар ашылып, ішке натрий ионы кіріп, қозу процесі жүзеге асады. Терморецепторларда бұларда өзіндік басқа каналдар бар, яғни температуралық өзгеріске қарай каналдар ашылып, ішіне натрий иондары кіріп, қозуды алып келетін. Яғни қозуға алып келетін ноцицепторлар, яғни бұл зақымданған кезде жан-жаққа шыққан түрлі химиялық элементтердің әсеріне сезімтал рецепторлар, яғни химиялық элементтердің әсерінен бұл не істеліп тұрады. Ауырсыну сезімін сыртқа қарай, миға қарай беріп тұрады, ми қыртысына қарай. Тері жүйесінің түсетін ақпарат орталық жүйке жүйесінің әртүрлі деңгейінде өңделеді. Төменгі деңгей жуын деңгейінде жылдам рефлекторлық қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Жоғары деңгей дененің кеңістіктің орналасу туралы қозғалысын реттеуге маңызды ақпарат береді. Яғни былай қарайтын болсақ, бұл параллельді түрде сигнал жұлынға кіріп, жұлыннан сол жерде жұлын деңгейінде эферентті жолға сигналдар барады. Одан бөлек сигнал жоғары қарай кетіп, яғни иерархиялық түрде жоғары қарай барып, мидың қыртысында өңделеді. Тері рецепторларынан келетін ақпарат қорғаныс рефлекстері үшін өте маңызды. Мысалы, аяқ табанына жеңіл тию аяқты жазуды тудырады, яғни орналастыру реакциясы. Мысалы, нәрестелердің тіреу рефлексі байқалады. Рефлекс деңгейінде, тері деңгейіндегі рефлекстер. Яғни одан бөлек аяқ
ал сол аймақта өткір ауырсыну стимулы берілетін аяқты тез тартып алуды. Яғни табанға өткір ауырсыну қандай да бір терінің қандай да бір денеміздің бөлігін алсақ та өткір ауырсыну сезімі ол жерден дереу тартып алу процесті жүзеге асады. Яғни бізге терге түскен ноцицепторлар арқылы сигнал біз мимен ойланып ауырсынуға не істемей тартып ала бірден ойланбай ақ тартып аламыз. Осыны алып келеді сол жайлы айтып тұрған. Яғни бүгу қашу рефлексі іске қосылады. Бұл аяқ деңгейінде айтатын нәрсе, бұл табанына өткір нәрсе бір аяққа тиетін болса, салмақты екінші аяққа түсіріп, яғни жауапкершілікті екінші аяққа түсіретін рефлекс. Бұл ретте салмақ екінші аяққа түсу үшін қарама-қарсы аяқ жазылады. Стандартты реакция моделі, яғни ипсилатеральды бөгілу, тітіркендіргіш тиген жақтың аяғын тарту және контрлатеральды жазылу. Бұл дегеніміз жаңағы бүгу қашу рефлексі жүзеге асқан кезде қандай да бір өткір нәрсеге болсын, бірдеңе болсын басып кеткен кезде сол жақтағы аяқтың бүгілуіне алып келеді, келесі аяқтың жазылуына алып келетін рефлекс. Жалпы осы рефлекстер тері деңгейінде біз тек осы рефлекстер стереотипті болғанымен, орталық жүйке жүйесінен жоғарғы бөлімдеріне оларды жағдайға және мақсатқа байланысты реттей алады. Мысалы, егер сіз балаңыздың өмірін сақтап қалу үшін немесе өте маңызды әрекет жасау қажет болса, ми ауырсынуға жауап беретін рефлекстерді тежеп, жағдайға сай келетін басқа іс-әрекеттерден басымдық береді. Яғни бізде рефлекстер болғанымен, қорғаныс функциясын атқарғанымен, біз бұл рефлекстерге қарамастан саналы түрде рефлекстерді тежеп, қандай да бір команданы орындай аламыз. Ауырсынуға қарамастан, қандай да бір қорқынышқа қарамастан, осыны біздің ағзамызды қорғағанымен, егер біз одан да бөлек, одан да жоғары мақсат қойып тұрсақ, соны жүзеге асыра аламыз. Жұлын деңгейіндегі соматосенсорлық жүйенің рөлі. Тері бұлшығы және буын рецепторларын түсетін ақпарат жұлын тізбектерінің жұмысын реттеп, локомоцияны, яғни жүру, орналастыру сияқты базалық әрекеттерді басқарады. Қозғалыстың жұлынында қалыптасуы, яғни Гринер тәжірибесі. Бұл тәжірибе жайлы өткен видеороликтерде де айтып өткен. Жалпы тәжірибеде мысықтардың жұлынның артқы түбіршіктерін, яғни сенсорлық кері байланысты үзу үшін және мимен байланысын кесіледі. Яғни афферентті сигнал, мысықтың денесіндегі сигнал, денесін сезу жайлы ақпарат миға жетпейді. Нәтижесінде жұлынның әртүрлі жиілікті ынталандыру арқылы жай жүріс, желіс және шабу, жай жүру, жүгіру және шабу ырқақтары пайда болады. Қорытындысы, локомоция сияқты күрделі қозғалысты мидың қатысусыз және сыртқы сенсорлық ақпаратсыз тек жұлын деңгейінде қалыптаса алады. Яғни бұл локомоция генерациясы, яғни қимыл қозғалыс, жүру бағдарламасы, былайша айтқан кезде, жұлын деңгейінде орналасқан мысықтарда. Екінші, бұл сенсорлық ақпараттың қозғалысты бейімдеуі. Форсберг тәжірибесі. Қозғалыс жұлында автономды түрде пайда болғанымен, сенсорлық ақпарат оны нақты жағдайда контекстке қарай түзетеді, яғни модуляциялайды. Тербеліс фазасында, яғни аяқ ауада көтеріліп тұрғанда, кедергіге жанасу, таяқшаға жанасу аяқтың кедергіден өтіп кету үшін оны қаттырақ бүгілуіне әкеледі. Яғни бұл дегеніміз, адам жүріп келе жатырған кезде аяқты көтеру барысында кедергіге тиіп қалатын болса, рефлекс түрінде біз ойланбастан аяғымызды жоғары қарай көтереміз. Сол Форсбергтің тәжірибесі. Ал егер аяқ жүріп келе жатқан кезде дәл сол кедергі
тіреу фазасында, яғни біз қандай да бір жүріп келе жатқан кезде аяқты көтеріп қойып жатырған кезде кедергі, яғни көзбен көріп тұрған миымызбен келген сигнал, мысалы әлі де төменірек басу керек болып тұрсақ, мысалы қандай да бір күтпеген кедергі шығып қалып басып қалған жағдайда, бұл дәл сол кедергіге жанасу, оны тезірек итеріліп кету үшін аяқтың қаттырақ жазылуын тудырады. Яғни басқаннан кейін оны бөгелмейді, ол жазылып кетеді аяқ. Біз яғни секіріп кетеміз, сол жерден секіріп аттап кетеміз аяқтың астынан тұрғаннан. Бұл өзіндік адамдарда немесе жануарларда болатын рефлекс. Тіреу фазасында дәл сол кедергі жанасу одан тезірек итеріліп кету үшін аяқты қаттырақ жазылуын тудырады. Маңызды түйін. Бұны сурет түрінде қоюға болатын еді, бірақ мен суретті іздестіру тек осы тұрғанда ойыма келіп тұр. Бұл рефлекстерді көрсетуге болатын еді негізі. Әрі қарай маңызды түйін, бір ғана тері тітіркендіргіші адымдау циклінде қай фазасында екеніне байланысты әртүрлі рефлекторлық жауап қайтарады. Бұл фазаға тәуелді соматосенсорлық модуляциялайды. Соматосенсорлық модуляция адамдарда да байқалады, Штейннің зерттеуі бойынша. Яғни терідегі бірдей сигнал аяқтың жүру барысында жүрудің қандай фазасында тұр, соған байланысты әртүрлі шешім, әртүрлі жауап қайтатынын айтып тұр. Росбергтің зерттеуі. Жалпы олардың сілтемелері мұнда жазылып тұр. Паузаға қойып, көшіріп алып қарастырсаңыздар болады. Оқысаңыздар, таныссаңыздар тереңірек болады. Әрі қарай өрлеуші жолдардың классификациясы. Өрлеуші жолдар, яғни біздің денемізден баратын соматосенсорлық ақпараттар, барлық сезімталдық ақпараттар, тері арқылы болсын, буындар арқылы болсын, бұлшықеттен болсын, осының барлығы өрлеу жолдары арқылы біздің миымызда сенсорлық қыртысқа барады. Ал барлық жүру, қимыл, қозғалыс, қандай да бір қозғалысты жүзеге асыру, осының барлығы төмендеме жолмен түседі және орындалады. Барлық афферентті жолдар тасымалдайтын ақпаратқа сай бөлінеді. Экстрацептивті, яғни сыртқы ортадан, тері сезімдері, ауырсыну, температура, жанасу, қысым. Проприоцептивті, яғни бұлшықеттерден, сіңірлерден, буындардан, дене бөліктерінің орналасуы, олардың қалай қозғалатыны, бұлшықеттердің кернеуі, сол барлық ақпарат проприоцепцияға жатады. Әрі қарай интерцептивті, яғни висцеральды, яғни ішкі органдардан, тамыр қысымы, асқазанның кеңеюі, қандағы өзгерісі және тағы басқа. Көбінесе бұл ессіз, автономды болып жататын біздің ағзамыздағы процестер, және олардан да сезімталдық жүйелер арқылы, сезіну арқылы біздің ағзамызда болып процесс жүріп жатады, жалпы айтқанда. Одан бөлек арнайы сезімталдық бар. Бұл арнайы, бұл сезім мүшелері, бұлар көру, есту және тепе-теңдік, иіс, дәм секілді. Бұлар соматосенсорлық секілді жұлынға келмейді. Бұлар сәл жоғары, жұлынның жоғары, сопақша ми, ортаңғы ми, сол деңгейлерде жүзеге асады арнайы сезім мүшелері. Өрлеуші жолдарды тағы да бір маңызды бөлім, бұл саналы жолдар, яғни ми қыртысына жететін және санасыз. Саналы жолдар ми қыртысына жетеді міндетті түрде. Кортикалис деп аталады латын тілінде терминдермен қарастыратын болсақ. Саналы жолдар ми қыртысына жетеді. Біз сезінеміз және сипаттай аламыз. Санасыз жолдар миышыққа немесе басқа да субкортикалды орталықтарға жетеді. Ми қозғалыстарды үйлестіру, тепе-теңдік сақтау және рефлекстерді сақтау үшін ақпарат автоматты түрде пайдаланады. Біз бұл жұмысты байқамаймыз. Ал енді өрлеуші жолдар. Саналы сезіну, сезімталдық өрлеуші жолдар. Бұл трактус ганглия бульба таламо кортикалис. Саналы проприоцептивтік сезімталдық жолы деп аталады. Немесе артқы бағанда орналасады бұл. Артқы баған немесе медиальды лиминиск жүйесі деп те аталады бұл.
Әрі қарай екіншісі бұл трактус ганглиоспиноталамо кортикалис, терінің сезімталдық жолы немесе артқы бақан және спиноталамус жолдары арқылы жүзеге асады. Санасыз біз жалпы саналы сезімталдықтың сезіну жүйесі жалпы санасыз екенін айтып өтіп және оларды тізіп шығамын, бірақ нақты саналы сезімталдың жүйесіне ғана тоқталамын. Санасызға бұл трактус спиноцеребелярис постериор, яғни плексик жолы. Санасыз проприоцептивті сезімталдықтың қиылыспаған жолы, яғни бүйірлік жол деп те атайды. Екіншісі бұл санасыз трактус спиноцеребелярис антериор, немесе говерс жолы. Санасыз проприоцептивті сезімталдықтың екі рет қиылысқан жолы болып табылады. Енді ақпаратты миға жетуі. Ми қыртысынан көтерілетін екі негізгі параллельдік жүйе бар, яғни саналы ақпараттың жетуі. Артқы баған, яғни медиальды лиминиск жүйесі. Бұл слайдты қарайтын болсақ, медиальды лиминиск жүйесі артқы баған мынау болып табылады. Медиальды лиминиск жүйесі, яғни артқы мүйізден кіріп, осы деңгейден бірден жоғары қарай көтерілуі және не деңгейінде, сопақша ми деңгейінде бұл алға қарай барып медиальды лиминиск жүйесіне өтеді. Екінші антеролатеральды жүйе, немесе басқа да аты бар, оның таламо спиноталамис. Тағы да бір аты бар, қазір есіме түспей қалып тұр. Бұның аты антеролатеральды жүйе деп атай берейік. Бұл параллельді жүйелер. Жалпы параллельді жүйелердің артықшылығы ақпарат өңдеудің бірнеше режимін қолдану арқылы қабылдауға байлық пен дәлдік береді, сондай-ақ жарақат кезінде функциялардың сақталуына кепілдік береді. Өрлеуші жолдары. Яғни ең бірінші бастаймыз артқы баған немесе медиальды лиминиск жүйесі. Нақты тактильді сезім мен проприоцепцияға жауап береді. Барлық проприоцептивтік сезіну және нақты тактильдік сезімдер барлығы осы артқы баған арқылы жүзеге асады. Бұның қызметі: тері, бұлшықет, сіңір және буын сезімталдығы туралы ақпараттар соматосенсорлық қыртысқа жеткізеді. Терінің түрлі сипаттағы нәзік жанасуды, яғни discriminative fine touch, созылу, қысым, дірілді сезіну қабылдайды. Бұлардың бірінші реттік нейрондары, яғни сенсорлық нейрондары артқы баған арқылы жүретін. Бұлар бірінші Мейснер денешігі. Мейснер денешігі, мына суретті қарайтын болсақ, мына жерде орналасқан Мейснер денешіктері, мына Мейснер денешіктері осылар. Бұл нәзік жанасу, яғни сәл-теп кеткен жанасу. Сәл-теп кеткендегі сол сезімнің барлығын осы Мейснер денешігі сезеді, яғни осы механорецептордың түрі. Осы сол кезде Мейснер денешігі арқылы сигнал жетеді. Әрі қарай екінші Меркель дискісі. Меркель дискісі бұл нәзік жанасу және үстірт қысым. Мейснер денешігінде қысым болмайды айтпақшы, мен жаңа қате айтыппын. Меркель дискісі орналасуы мұнда орналасқан, яғни эпидермиста орналасқан. Үшінші Пачини денешігі. Так, Меркель эпидермис. Пачини денешігі бұл дермада орналасқан жалпы. Пачини денешігі терең қысым, яғни жаңағы Меркель дискілері орналасуы, Меркель дискілері эпидермисте орналасып, сәл қысымды сезетін болып жатырса, үстірт қысымды сезетін болып жатырса, Пачини денешігі тереңге батырылған қысымды сол жайлы ақпаратты миымызға жеткізеді. Әрі қарай перитрахеальды жүйке ұштары бұл біздің денеміздегі шаш фолликулаларын қоршап тұрады. Бұл шаштың бөгілуі, мысалы жел соққан кезде, не істеген кезде осы шаштық сезімдерін осы
перитрахеалды жүйке ұштары арқылы барады. Бұл одан бөлек жанасу жайлы ақпаратта беруі мүмкін. Бірақ көбінесе бұл шаштың бөгілуі, шашпен болып жатқан процестерді ғана сол жайлы ғана сол кезде ғана қосып сигнал беріп тұрады. Әрі қарай руфини денешігі терінің дірілдеу және созылуын, яғни теріні созған кезде, терінде вибрация болған кезде, діріл болған кездегі сигналдарды береді. Руфини денешігін қазір қарайтын болсақ, суретте бар ма екен? Руфини. Міне орналасып. Ал келесі бұл бірінші А типті оперентті пропорцепциядан келетін сигнал. Бірінші А типті бұл яғни ядролық қапшықтан да келеді, яғни ядролық тізбектен де келетін, тізбекті талшықтардан да келетін сигналдар барлығы осы пропорцепцияның сигналдары арқылы. Осы сигналдардың барлық түрлері артқа баған медиальды лиминиск жүйесі арқылы миымызға жетеді. Бұл бірінші реттік нейрон, яғни бұдан сигнал келеді де екінші реттік нейронға жетеді. Екінші реттік нейрон бізде бірінші реттік нейрондар жұлынға кіріп ми бағанасына қарай көтеріледі, яғни аяқ және дене. Екінші реттік нейрон осында басталады. Екінші реттік нейрон. Бұл жерде біздің теріден келетін ақпарат, бұлшықеттерден келетін ақпарат, сіңірлерден келетін ақпарат денеміздің аяқ және төменгі бөлігі, яғни гол шоғыры деген бар. Fasciculus gracilis анатомияны ашып қарайтын болсаңыздар, оны табуға болады. Жұлын деңгейінде екінші және қол және дененің жоғарғы бөлігіндегі ақпарат сынап тәрізді төмпешік немесе fasciculus cuneatusқа барады. Және бұл баратын сигналдар орналасуы мына реттілікпен орналасады нақты. Яғни аяқтан келетін сигналдар осы жұлынның ортаңғы жағында орналасады. Денемізден келетін сигналдар қолдан жоғары деңгейден ол шетке таман орналасады. Әрі қарай екінші реттік нейрон. Бұл бірінші реттік нейронның сопақша мида екінші реттік нейрондармен синапс түзеді, қарама-қарсы бетке өтеді, медиальды лиминиск құрайды және мидың бағаны бойынша жоғары көтеріледі. Бұл дегеніміз сопақша мида бұл арғы бетке өтіп, қазіргі кезде осы жерде медиальды лиминискті құрады. Осы медиальды лиминиск жоғары қарай көтеріледі, үшінші реттік нейронға барады. Үшінші реттік нейрон бұл екінші реттік нейрон таламуста вентральды артқы латеральды және вентральды артқы медиальды ядроларына синапс түзіп, ішкі капсуланың артқы бөлігімен өтіп, ішкі капсула деген мына жерде орналасқан бар. Капсула содан ішкі капсула арқылы өтіп, бірінші реттілік немесе алғашқы біріншілік деп те атайды осыны. Соматосенсорлық не бар? Сенсорлық қыртыс бар. Ол жайлы кейінірек тағы да айтып өтемін. Жалпы осындай қыртысқа өтеді. Ақпарат осылай жетеді. Бұл лиминиск жүйесі бойынша, яғни дене бойынша сигналдардың барлығы кожадан барлығы келеді да, теріден, бұлшықеттерден. Осы бойынша өз қатарында бірден жұлынға түскеннен келесі бетке ауыспай, тура сопақша миға барғанда ғана келесі бетке өтіп, қиылысып, келесі беттен қиылысып, жоғары қарай көтеріліп, таламуста вентральды артқы латеральды, вентральды артқы медиальды ядролардан өтіп, соматосенсорлық аймақтарда, бірінші реттілік соматосенсорлық аймақтарда немесе
primary sensory cortex деп атайды. Мен дұрыс аудардым ба аудармадым ба, соған кішкене күмәнданып тұрмын. Сондықтан осылай болып тұр. Primary кортекске барады, одан кейін екінші реттікке барады. Сонымен сол ақпаратты өңдеу. Әр деңгейге көтерілген сайын жоғары орталықтар ақпаратты күшейтеді немесе тежей алады, ал нейрондар рецептивті өрістері ұлғайып, ақпаратты мағыналы түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Тағы бір мына жерде айтып өтетін нәрсе бар. Бұл жерде айтып өтетін нәрсе ма? Жоқ, бұл жерде емес, келесіне де айтамын. Так. Екінші жүйе, яғни сенсорлық жүйенің соматосенсорлық жүйе екі жолмен жүзеге асады. Бұл леминиск жүйесі бойынша және антеролатералды жүйе бойынша. Антеролатералды жүйе ауырсыну мен температураны бақылайды. Негізгі қызметі ауырсыну және температураны бақылайды. Бұның құрамы спиноталамикалық жол, спиноталамический путь, спиноталамикус, трактоспиноталамикус, әрі қарай спиноретикулярлық жол, антероспинальды жол, латероспинальды жол және спиномезенцефальды жол және тағы басқа жолдардан тұрады құрамы осы антеролатеральды жүйе. Әрі қарай бұл жерде қазір соңында айтып үлгеремін ба, соңында айтармын. Бұл жолдың ерекшелігі, талшықтар жұлынға кірген бойдан бірден қарама-қарсы жаққа өтеді және ми бағанасына көтеріледі. Қызметі дөрекі жанасу немесе қысым, жоғары ми орталықтарына термиялық температура және ноцицептивті ауырсыну ақпаратты жеткізу қызметі осының. Бірінші нейрон бұл жерде ноцицепторлар жатады. Жалпы нейрондардың бөліну жайлы келесі слайдта айтып өтемін. Жалпы қалай бөлінетін. Ноцицепторлар, яғни ауырсынуды сезетін нейрондар, терінің зақымдану және экстремальды температураға жауапты. Жалпы одан бөлек нейрондар А-дельта талшықтары деп бөлінеді. Бұл жайлы келесі слайдта айтып өтемін. Талшықтың түрлері, нейрон талшықтардың түрлеріне бір тоқталып өтемін. Жалпы қазір есте сақтап қалыңыздар, А-дельта талшықтары жарақат алған сәттегі алғашқы өткір ауырсынуды және суық сезуді жауап береді. С талшықтары немесе баяу талшық деп атайды бұны. Баяу ауырсыну сезімін, ыстық температураны, механикалық стимуляцияның барлығы осы С талшықтары арқылы миымызға жетеді. Бос нейрон ұштары дөрекі жанасу және қысымға жауап береді. Нейрон талшықтарының типтері немесе нейрон талшықтарының түрлері, өзі нейрон талшықтары үш түрге бөлінеді: А, Б, С. А дегеніміз бұл жоғары миеленген талшықтар болып табылады. Олардың диаметрі де жоғары және бұлардың жылдамдығы да жоғары, яғни қозуы тез болады. А талшықтары өзі бірнеше түрден тұрады. Ол альфа талшықтары, бұл көбінесе проприцепцияға және қимыл қозғалысқа жауап береді. Дене қанқа бұлшықеттерінің қозғалысына кездесетін нейрон талшық түрі. А бета талшығы бұл көбінесе қысым және жанасу кезінде талшықтар осындай. Және олардың диаметрлері және олардың жылдамдығы. Проприцепцияның жылдамдығы және альфаның жылдамдығы өте жоғары. А бета, А гамма. А гамма бұл бұлшықет талшықтарында орналасады жалпы. Және А дельта бұл көбінесе ауырсыну, салқын және жанасу осы сезімдерді жібереді. Бұның жылдамдығы 12-ден 30 метр секундына. Әрі қарай талшықтың екінші түрі бұл Б, бұл көбінесе парасимпатикалық преганглионолик, яғни парасимпатикалық жүйеде осы Б типті талшықтарға жатады. Бұның миелиндері бар, бірақ миелині аз.
және үшінші түр бұл С типті талшықтар. Бұлар температуралық аурулар, механорецепторлар жатады. Одан кейін постганглиондық жүйеде жатады. Бұлардың жылдамдығы өте жай қозғалады. Жай қозғалғанда емес, бұлардан сигнал жай баяу келеді. Осындай нейрон талшықтардың типтері осындай үш түрге бөлінеді жалпы айтқанда. Келесі айтып өтетін нәрсе бұл жұлынның сұр заты жұлында орналасқан және ондағы рексот пластиналары. Бұл пластиналар немесе мына рексот деген кісі ғылымға ұсынған жіктемесі бойынша, яғни жұлынның сұр затын жіктеуге жіктемесі бойынша, рексоттың жіктемесі бойынша нейрондар типіне қарай 10 қабатқа бөлінеді. Бірінші пластина бұл ноцицепті сигналдарды қабылдайтын жұқа нейрондар қабаты осы жерде шеткі жақта орналасады бірінші пластина. Екінші, үшінші пластиналар роландтың желатинді заты деп аталады. Жұлынға түсетін ауырсыну сигналдардың бақылауға қатысатын ұсақ нейрондар бар. Яғни бұл да ауырсыну сигналдарын жоғары қарай жібереді. Афферентті жолдарға былайша айтқанда. Төртінші пластина бұл түрлі модальды перифериялық рецепторлар ауырсынудан басқа сигналдарды қабылдайды. Бесінші, алтыншы пластиналар дорсальды мүйіз мойны немесе бас миынан келетін сенсомоторлық және дене аяқ қолдан келетін пропрецептивті талшықтарды аяқталатын аймақ. Жетінші пластина бұл пропроспинальды және висцеральды талшықтардың аяқталуының аймағы, мышық және ортаңғы мимен байланыс орталығы. Яғни сигналдар мышықтан келетін сигналдар осы жетінші пластинада. Сегізінші пластина бұл бульбоспинальды және пропроспинальды байланыстар. Тоғызыншы пластина бұл бастапқы қозғалыс аймақтары, мотонейрондардың шоғыры. Тоғызыншыда алдыңғы мүйізде көбінесе артқы жақ сезініп сигналдар жоғары қарай баратын алдыңғы жаққа командалар жоғарыдан мидан келеді. Яғни эфферентті жолдар алдыңғы 9-шы пластинада. Медиалды бөлігінде дене, латеральды бөлігінде аяқ-қол бұлшықеттерін иннервациялайды. 10-шы пластина жұлынның өзегін қоршайтын аймақ, құрамды нейрондар, глия және комиссуральды талшықтар бар. Келесі айтып өтетін нәрсе ол антеролатеральды жүйе немесе спиноталамикалық жол деп те айтсақ болады. Өйткені спиноталамикалық жол бұл антеролатеральды жүйенің негізгі жолы болып табылады. Былайша айтқанда, бірінші нейрон жұлынды дорсальды түбір арқылы енеді, дорсальды мүйізге бірінші, екінші немесе бесінші пластиналарға өтеді. Яғни бірінші, екінші пластина ауырсыну командалар және бесінші пластина бұл пропрецепция, сенсомоторлық ақпараттар, сигналдар. Бесінші пластиналарға өтеді және екінші нейрон бастапқы деңгейінде алдыңғы ақ комиссура арқылы бірден қарама-қарсы жаққа өтеді. Яғни түскен ақпарат қарама-қарсы жаққа, жұлын деңгейінде қарама-қарсы жаққа өтіп, және бүйірлік спиноталамус жолы арқылы антеролатеральды деген атайтып тұрғандай антерос алдыңғы, латералис бүйіргі жол болып табылады. Бүйірлік спиноталамус жолы арқылы ауырсыну және температура жайлы ақпарат, алдыңғы спиноталамус жолы арқылы дөрекі жанасу және қысым жайлы ақпарат жоғары қарай көтеріледі. Жолай нейрон ақпарат ми бағанында орналасқан артикуляциялық формацияға береді. Бұл дегеніміз біздің ми бағанында орналасқан артикуляциялық формация деген жүйе бар. Бұл көбінесе осыны денемізден келетін әртүрлі сигналдарды алып, оларға дереу жауап қатуына мүмкіндік береді. Бұл біздің қаншалықты шапшаң қозғалысымызға жауап беретін жүйе деп айтсақ болады. Артикуляциялық формация.
осыған ақпарат көбінесе ауырсыну ақпараттары 85%-ға дейін осы рефлексиялық формацияда бірінші өңделіп, сол әрі қарай сенсорлық қыртысқа және тағы басқа ми бөліктеріне өтеді. Үшінші нейрон бұл таламустың вентральды артқы латеральды, яғни ВПЛ, нуклеус вентралис постериолатералис және ішкі капсула арқылы бастапқы соматосенсорлық кортекске, инсулярлық қыртысқа және тағы басқа аймақтарға қарай тарайды. Яғни қимыл қозғалысы бірінші қимыл қозғалыстық қыртысына қарай тарайды ақпарат. Яғни артқы мүйізден кіреді, бірден қарама-қарсы бетке өтеді, алдыңғы және артқы спиноталамус жолдары арқылы тура жоғары қарай көтерілумен болады. Сөйтіп таламустың вентральды артқы латеральды ядросында немесе осы ішкі капсула арқылы бастапқы соматосенсорлық кортекске және инсулярлық қыртысқа және тағы басқа аймақтарға былайша жан-жаққа тарайды ғой сигнал бүйтіп. Енді сіздерге келесі ақпарат бұл таламус желі. Таламус болғанда таламустағы негізгі функциялары, таламуста негізгі орналасқан ядролар. Көбінесе ядролар қалай орналасқан жайлы ақпарат беріп өтемін келесі слайдтарда. Таламус негізгі қызметі үш түрлі ақпараттар үшін өткізгіш орталық болып табылады. Бұл лимбикалық жүйеден келетін ақпараттарға, сезімталдық ақпараттарға, қозғалыстық ақпараттарға. Таламустың ядролары негізгі үш топқа бөлінеді. Оның үш топқа бөлінеді және оны өзара ішкі медулярлы пластина бөліп тұрады. Интерноламина осы өзіндік өзара бөліп тұрады. Медиальда. Бұл ішкі медулярлы пластина оның өзде бір жалғыз бөліп тұратын зат ретінде емес, оның өзінің функциясы бар. Одан бөлек келесі жолы әрі қарай айтып өтемін. Жалпы басқаша көзқараста алдыңғы ядро, медиальды ядролар тобы, латеральды ядролар тобы деп бөліп қарастыруға болады. Енді айтып өткен лимбикалық жүйедегі ядролары. Лимбикалық жүйенің мысалы алдыңғы ядролар медиальды, латеральды деп қарайтын болатын болса, лимбикалық жүйеде алдыңғы ядролар тобы, медиальды ядролар тобы және ішкі қалай еді бұл? Интерламинарлық немесе интерламинарлық ядролар жаңа осыны бөліп тұратын пластина, интермедулярлық пластина, ішкі медулярлық пластина, оның өзде неге жатады, осы лимбикалық жүйеге жатады. Лимбикалық жүйеге байланысты таламустың негізгі үш ядросы бар. Бұл алдыңғы ядролар тобы, нуклеус антериорус талами. Бұл ядролар мамиллярлық денелерден ақпаратты алады да ақпаратты белдеу қыртысына жібереді. Белдеу қыртысы мына жерде қарайтын болсақ, белдеу қыртысы нақты анық көрсетілмеген, мынау осылай орналасқан. Осы белдеу қыртысына қарай жібереді. Мына суретте осы белдеу қыртысы. Осында жібереді. Жалпы бұл жерде тереңірек қазып айтып өтсем де болатын, бірақ қазіргі кезде тек ядроларды тізіп шығамын, негізгі функцияларын атап шығамын. Жалпы бұл қалай эмоция пайда болады, қай жерде қалай ақпарат өңделетін жайлы тереңірек қазып айтуға болады жайлы. Яғни ақпарат белдеу қыртысына жібереді, негізгі қызметі эмоция және эпизодтық жад. Әрі қарай екінші ядро бұл дорсомедиальды ядросы. Дорсомедиальды немесе медиодорсальды. Медиодорсальды немесе дорсомедиальды ядролар олар префронтальды қыртыспен тығыз байланысты, сонымен қатар амигдаладан ақпаратты алады. Бұның қызметі эмоциялық мінез-құлықты, мотивацияны, шешім қабылдауды соларға жауап береді. Үшінші интерламинарлық
және орталық медиальды ядролар. Интраламинарлық олар лимбикалық құрылымдарымен және ми бағанының ретикулярлық формациясымен байланысады. Қызметі эмоционалдық реакциялар, сергектік деңгейі, жалпы белсендіру. Орталық медиалдық ядролар бұл ішкі медулярлық пластинада орналасқан интраламинарлық ядролардың бірі болып табылады. Бұлар спиноталамикалық. Айтып тұрған мынау ғой, осы ядролар. Орталық медиальды ядролар. Орталық медиальды ядролар бұл спиноталамикалық жолдың келетін с талшықтары арқылы баяу ауырсын сигналдарын қабылдайды. Бұл ауырсынуға эмоционалды рең беру үшін ақпаратты белдеме қатпарға жібереді. Яғни біз ауырсынған кезде бізде эмоцияның пайда болуы осы жай жолдар арқылы, яғни баяу жолдар арқылы кететін. Қазір былай слайдқа баратын болатын болсақ, с талшықтары, яғни баяу ауырсыну сезімі осы неден өтіп, мына ядроның, мына сурет бар ма? Алдыңғы медулярлық пластинаның центромедиан нуклеус осы жерге келіп, жаңағы с талшықтары лимбикалық система арқылы біз осы ауырсыну сезіміне эмоциямыз соған сай қылады. Былайша айтқан кезде ауырсынуға эмоционалды рең береді. Үшін ақпаратты белдеме қатпарға жібереді, рең беру үшін. Бұл лимбикалық жүйе. Таламуста лимбикалық жүйе, егер ядролар 3 топқа бөлетін болсақ, алдыңғы медиальды немесе ішкі латеральды немесе бүйіргі алдыңғы және ішкі ядролар медиальды ядролардың тобы. Жалпы осының барлығы лимбикалық ядролары болып табылады. Ал латеральды ядролар тобы жалпы 2 топқа бөлсек болады. Ол жайлы келесі слайдта айтамын. Таламустың алдыңғы және медиальды жағындағы лимбикалық жүйеге жауапты ядролар орналасқаннан кейін жалпы латеральды бөлігін 2-ге бөліп қарастыруға болады. Латеральды бөлігіне 2-ге бөліп қарастыруға болады. Бұл вентральды немесе іш жағының ядролары тобы және дарсальды немесе арқа жағындағы ядролар тобы. Вентральды, дарсальды дейтін болатын болса, вентральды, дарсальды терминдары жалпы антериор және постериор терминдермен шатасып кетуі мүмкіндік бар. Сондықтан кішкене суреттер салып қойғанмын. Антериор, постериор алдыңғы артқа болатын болса, вентральды, дарсальды арқа жағынан, вентральды іш жақта орналасқан болып табылады. Яғни вентральды ішкі жағында, латеральдың ішкі жағында, дарсальды арқа жағында орналасқан ядролар болып табылады. Вентральды ядроларға вентрал антериор, вентральды алғы ядро немесе вентральды антериор ядросы болып табылады. Әрі қарай вентральды латеральды ядро, ВПЛ, вентральды постериор латеральды, вентральды артқы латеральды ядросы, вентральды артқы медиальды ядросы болып табылады. Бұл вентральды ядроларға. Дарсальды ядроларға жастық тәрізді, пульвинар жастық тәрізді немесе жастықша ядросы болып табылады. Ішкі имек ядролары, ішкі немесе медиальды имек ядросы, медиальды геникулоид нуклеус, және бүйірлік имек ядросы немесе латеральды имек ядросы. Латеральды имек ядросында көбінесе көзден келетін сигналдар қорытылады, осы жерден өтеді. Медиальда бұл құлақтан келетін дыбыстық ақпараттар өңделеді. Осы ядролардың ішінен тек вентральды антериор ядролары және вентральды латеральды ядролар ғана
қозғалыстық ақпаратты тасымалдайды. Яғни бізде жаңа таламус өзі үш рөл атқарады дедік қой: лимбикалық, сезгіштік, үш жаңа айтып өттік қой, таламус үш түрлі ақпараттан өткізгіш орталығы болып табылады. Бұл жаңа лимбикалық ақпараттар жайлы, олар жайлы түсіндіріп өттім. Енді қалып тұрған бізде сезгіштік ақпараттар және төмен қарай түсетін қозғалыстық ақпараттар. Қозғалыстық ақпараттарға ventriculum anterior, nucleus ventriculum anterior, яғни вентральды антериор ядролары және вентральды латеральды ядролар осылар ғана қозғалыс ақпараттарына жауапты болып табылады. Ал қалған вентрально posterior lateralis, ventral posterior medialis ядролары, nucleus ventral posterior lateralis, nucleus ventral posterior medialis, осылар жастық тәрізді жастықша ядролар, ішкі имек ядросы, бүйірлік имек ядросы, осының барлығы сезгіштік немесе сезімталдық ядросы болып табылады. Айтып өткендей, ішкі имек ядросы медиал геникулейт нуклеус, бұл көбінесе құлақтан келетін импульстарға, ақпараттарға осы жерден өткізеді. Ал бүйірлік немесе латерал геникулейт нуклеус, бұл көбінесе көзден келетін ақпараттарды ортады. Енді әрі қарай тереңірек айтып өтемін. Сезгіштік ядролары, бұл 5 ядродан тұрады. Айтып өткендей, бұл ядролар иіс сезуден басқа барлық сезім мүшелеріне келетін сигналдарды ми қыртысынан тасымалдайды. Бүйірлік имек ядросы, латерал геникулейт нуклеус, көру жолына жауап береді. Көздің торынан, ретинадан келетін көру сигналдарын қабылдап, бастапқы көру қыртысына, яғни алғашқы немесе бірінші көру қыртысына жібереді. Бұл Бродман аймақтар бойынша, мидың аймақтары бойынша 17-ші аймаққа сай келеді. Және іштік имек ядросы немесе медиальды имек ядросы есту жолына жауап береді. Есту ақпаратын төменгі төбешіктерінен ал бастапқы есту қыртысына тасымалдайды. Жастықша ядросы, жастық тәріздес ядро, бұл көру ақпаратын өңдеуге және тануға, яғни көріп тұрған нәрсені мағына беруге, яғни адамның бет әлпетін тануға қатысады. Дыбыстық және визуалды ақпараттарды медиальды және латеральды имек ядроларына, сондай-ақ жоғарғы және төменгі төбешіктерден қабылдайды. Барлық мәліметтерді бастапқы соматосенсорлық қыртысқа, яғни Бродманның 3-ші, 2-ші, 1-ші аймақтарына жібереді. Вентропостериум, мен жастықша ядросынан бірден неге ауысып кетіп кешірім сұраймын. Жастықша ядросы көру ақпаратын өңдеуге, яғни тануға, дыбыстық, визуалды, яғни дыбыстық ақпараттар, көру ақпараттары, соларды өңдеуге, тануға, мағыналық түрде жеткізуге қатысады. Бұл ақпаратты көру ассоциативті аймақтарынан Бродман бойынша 17, 18, 19-ына жібереді. Вентропостерио латеральды ядролар, вентропостерио латералис, ВПЛ, айтқан кезде денеден келетін ауырсыну, температура, дөрекі жанасу, яғни спиноталамикалық жол арқылы келетін сигналдарды қабылдайды. Сонымен қатар пропрецепция, діріл және нәзік жанасу ақпараттарын қабылдайды. Дорсальды бағаналы немесе медиальды лиминискі жолы арқылы. Барлық мәліметтерді бастапқы соматосенсорлық қыртысқа немесе яғни Бродман бойынша 3-1-2 аймақтарына жібереді. Вентропостеромедиальды ядролары 3 тармақтан бұл вентропостеромедиальды ядролар, бұл
үш тармақты жүйкеден немесе үш тармақты жүйкеден нервус тригеминалис, орысша айтқанда тройничный нервтан келетін ақпарат, яғни бұл тригеминоталамустық жол арқылы бет аймағынан келетін барлық сенсорлық ақпарат, ауырсыну, температура, пропрioцепция қабылдайды. Сондай-ақ әртүрлі жүйкелер арқылы дәм сезу, яғни бұл жерде әртүрлі жүйкелер дейтін себебі, өйткені дәм сезу өзі, қателеспесем, 2-3 нерв арқылы жүзеге асады өзі. Ол үшін черепно-мозговой нервтерді бір қарап шығу керек. Сол кезде нақты айта аламын. Сондай-ақ әртүрлі жүйкелер арқылы дәм сезу цифрлардан келетін ақпаратты қабылдайды. Вентро-постериомедиальды ядролар алынған сигналдарды бастапқы соматосенсорлық қыртысқа, яғни 3-1-2-ге бағыттайды. Бродман бойынша қозғалыстың ядролары, таламуста орналасқан қозғалыстық ядролар. Қозғалыстық ядролар қозғалысты жоспарлауға, қозғалысты бастауға және үйлестіруге жауап береді. Вентроантериорлық ядро, вентрал антериор нуклеус, қозғалысты жоспарлауға және инициациялауға, яғни қозғалыстың басталуына процестеріне маңызды рөл атқарады. Кіріс сигналдарды базальды ганглийлерден қабылдайды, өңделген ақпаратты премоторлық қыртысқа, яғни Бродман бойынша 6-шы аймаққа жібереді. Вентролатеральды ядро, вентролатералис нуклеус, қозғалыстарды үйлестіруге, яғни координацияға және модуляциялауға жауап береді. Қимыл қозғалысын модуляциялау үшін ақпаратты базальды ганглийлерден қабылдайды. Сондай-ақ мишықтан қозғалысты мінсіз үйлестіруге үшін қажетті қозғалыстық жоспар мен проприцепция ақпаратын алады. Дайын болған мінсіз қозғалыс жоспарды бастапқы қозғалыстық қыртысқа жібереді. Яғни бұл баста болып жатырған өзіндік қозғалыс алды, қозғалыс барысында болып жатырған сигналдардың алмасуына, өңделуіне рөлі өте зор. Әрі қарай таламусты басты ақпараттық орталық немесе басты ақпараттық хаб деп айтсақ болады. Қазіргі тілмен айтқан кезде ағылшынша мидың негізгі өңдеу орталығы барлық дерлік сенсорлық жүйелерден, соның ішінде екі өрлеуші соматосенсорлық жолдан келетін ақпаратты таламус арқылы өтеді. Сонымен қатар базальды ганглийлер мен мишықтан ақпарат қабылдайды. Маңызы бұл аймақтың зақымдануы ауыр сенсорлық және қимыл қозғалыстық мәселелерге әкеледі. Әрине, барлығы біраз нәрсе орналасқаннан кейін бұл жер зақымдану өте қиынға соғатын нәрсе. Медициналық қолданысы, таламус Паркинсон ауруы бар науқастардың треморды немесе дірілді азайтуға бағытталған емдеу шараларынан негізгі нысанасы болып табылады. Енді бағанан бері айтып отқан Бродман аймақтары. Бродман аймақтары 20 ғасырдың басында Карбиниан Бродман деген білмеймін даже дәрігер ма, ғалым ба, сол Карбиниан Бродман деген кісі ұсынған цитоархитектураға, яғни жасушаның ұйымдастырылуына, құрылымына сүйене отырып, картаға түсірген ми қыртысын 52 түрлі аймағы, яғни ми қыртысын 52 түрлі аймаққа бөліп түсіреді. Бұл нөмірленген аймақтар 1-52 шейін неврологияда белгілі бір кортикалды құрылымдарды, қозғалысты басқару, сенсорлық өңдеу және тіл сияқты функциялармен байланыстыру үшін маңызды. Бұл концепцияның өзіндік критикаға алғандай кездері бар. Жалпы ағылшын әдебиеттерінде осы Бродманның аймақтары жайлы көптеген ақпараттар бар. Жалпы айтқанда, ағылшынның анатомиялық білімінің дамуында рөлі зор болды деп айтсам болады. Ал өзін бітірген кезде орыс тіліндегі ақпараттарда Бродманның аймақтары жайлы естуім аз болғандығын. Әрі қарай соматосенсорлық қыртыс, яғни бұл біздің миымызда орналасқан орталық жүйкенің артқы жағындағы қыртыс,
екі қыртыс, бірнеше қыртыс, одан орталық жілкеден кейін орналасқан бірінші және екінші қыртыс бар. Сол аттарына сай біріншілік қыртыс S1, яғни бірінші ретілік қыртыс және екінші ретілік қыртыс деп бөлінеді. Соматосенсорлық қыртысы төбе бөлігінде орталық жілгенің артындағы қатпарда орналасқан денеден келетін барлық сезімдерді саналы түрде қабылдау үшін осы жерде басталады. Екі негізгі аймақ, біріншілік және екіншілік. S1 біріншілік, Бродманның 1, 2, 3А, 3Б аймақтары және екіншілік соматосенсорлық қыртыс. Мына жерде қарап тұрсаңыздар көре аласыздар. Біріншілік соматосенсорлық қыртыс сигналдардың қозғалысы ақпарат таламустың вентральды постлатеральды ядросынан тікелей осы біріншілік қыртыс аймағына түседі, 3А, 3Б аймағына түседі. Одан кейін сигналдар бір және екінші аймақтарға өңделіп, әрі қарай екіншілік соматосенсорлық қыртысқа кинестетикалық бағытталады. Соматотопиялық ұйымдасу жайлы келесі слайдта сурет болады. Жалпы соматотопиялық ұйымдасу бұл дененің қарама-қарсы жағынан келетін кинестетикалық және тактильді ақпараттардың ми қыртысынан нақты ретпен орналасады. Біздің денеміздің әр зонасынан, әр аймағынан келген ақпарат өзіндік, оның орналасқан орны бар. Қай зона жауап беретін орны бар. Кросс-модальды өңдеу. Буын рецепторларынан, бұлшықет ұршықтарынан және тері рецепторларынан келетін ақпарат дене бөлігінің қозғалысы туралы толық мәлімет беру үшін осы жерде біріктіреді. Яғни, жан жақтан келген ақпараттың бәрі осы қыртыста өңделеді деп айтсам болады. Дененің мидағы бейнесі және контраст. Гомункулус және латеральды тежелу. Жаңағы айтып өткен соматотопиялық ұйымдасуы осылай. Яғни біздің жыныс мүшемізден келген ақпарат жаңағы орталық артқы қатпарда орналасқан, осы ішкі жағында орналасады, аяқтан келген сәл жоғары жағда. Одан кейін денемізден осылайынан қолдан келетін ақпараттың бәрі осы зонаны қабылдайды, беттен келетін ақпарат осы зонаны, ауыздан осы зонаны, ішкі органдардан осы зонаны қамтиды. Гомункулус адамның денесінің сезімталдық пен қозғалыс белсенділігіне қай жерде көбірек орналасқанын бейнелейтін сызба. Яғни, мысалы, қол, ауыз және тамақ өте үлкен аумақты алады. Мына суретте үлкен қол, ауыз өте үлкен аймақты алып тұр. Өйткені бұл құрылымдар қозғалыстарды орындау үшін өте егжей-тегжейлі сенсорлық ақпараттарды қажет етеді. Яғни бұл жерде сезімталдық, бұл жерде мысалы біздің қолымызды алатын болса, қолдың өзінде қимыл қозғалысының түр-түрі. Бізде тек аяқтағыдай көбінесе қалай айтсам болады, грубый движение дейді ғой, грубый қозғалыс емес. Бізден нақты қозғалысқа осы қол жауап бергеннен кейін қалай айтсам болады, мелкая моторика. Сосын моторикамызға қол жауап бергеннен кейін оның мида алатын орны да, жауап беретін аймағы да өте үлкен. Келесі айтатын нәрсе бұл латеральды тежелу. Латеральды тежелу дегеніміз нысандардың пішіні мен шеттерінен анықтауға, олардың сипап сезу арқылы бір-бірінен ажыратуға мүмкіндік береді. Қозған нейрон көршілес жасушаларды тежеп, денесінен белсенді және белсенді емес аймақтардың арасында айырмашылықты анықтайды. Бұл дегеніміз, мысалы, көзімізді жұмып қойып, көзінен сигнал келмей, біз қандай да бір денені алып, оның пішінін қолмен сезген кезде, қолмен ұстаған кезде, ең бірінші қай рецепторы, механорецепторлы қысым сезетін, осындай үстірт жанасу сезетін рецепторға қайсысы бірінші қозады. Ол қозған кезде жан-жағындағы орналасқан басқа рецепторларды тежейді. Яғни, мына жерде стимул жоғары болды мына рецепторда. Бұл келесі
жанында орналасқан рецепторларды тежейді. Сол тежеу арқылы бізге нақты бұл рецептор деңгейінде емес, бұл ми қыртыс деңгейінде, мысалы қолда қай жеріне келгенін, бұлшықеттің қалай орналасқаны, қолдың қай жеріне келгенін, сол арқылы біздің миымызда кеңістікте орналасқанын анықтау арқылы, басқа жақтан келіп жатқан сигналдар слабый болып жатырса, оларды өшіріп тастап, қай жерден жоғары келді, сол арқылы нақты нүктелер арқылы біз латеральды тежеу арқылы осыны нысандардың пішінін, шеттерін және тез тану процесі жүзеге асады. Танып, атау процесі жүзеге асады. Былайша айтқан кезде өзіміздің жадымыздағы жадымызбен салыстыру арқылы тану және атау процесі жүзеге асады. Екі нүктені дәл ажырату қабілеті артады. Адам алақандағы бір ғана тактильді рецептордың белсенділігіне сезе алады. Параллельді өңдеу заттың әртүрлі қасиеттерін түрлі аймақтар бір мезгілде өңделеді. Бірінші аймақ нысанның көлемін анықтайды, бірнеше саусақ қамтитын үлкен спектрлі өрістерге, екінші аймақ қозғалатын стимулдарға және бағытқа сезімтал, затты ұстау, қармау процестер. Яғни қолмен ұстаған кезде қолдың әртүрлі рецепторлардан келетін сигналдар мидың әр аймақтарында бірге өңделетін жайлы айтылған бұнда. Рецептивті қабылдау өрістерінің өлшемі тұрақты емес. Яғни қандай да бір ақпарат миымызға, осы отырған стимулдан, біз қандай да бір стимулдан келіп тұрған стимулдардың реттілігі, стимулдардың жалпы қосындысы. Бізде мысалы қолымда стакан деп алайықшы. Осы стаканды мен көзім жұмып тұрып ұстау арқылы оның салқындығынан, оның пішінінен, оның шеттерінен бұл менің күнделікті қолданатын, өзімнің шай ішкенде қолданатын, су ішкенде қолданатын стаканым екенін, кружкам екенін бірден танимын, мысалы кезде. Бірақ осы ақпарат, менің миыма келіп тұрған ақпарат, жалпы бұл қатып қалған ақпарат емес. Бұл бізде шамамен деген ақпарат бар. Және бұл ақпарат мен әр қолданған сайын, осы кружканы, осы ыдысты қолданған сайын, бұл ақпарат жаңарып тұрады. Қаншалықты? Бұл яғни зат өзгерген кезде танымай қалмау үшін алмасып тұратын процесс. Бұл рецептивті қабылдау өлшемі, сондықтан тұрақты емес. Рецептивті қабылдау өрістерінің өлшемі тұрақты емес. Осы себептен. Олар жарақат немесе жаңа тәжірибе әсерінен өзгеруі мүмкін. Және кері байланыс. Соматоцентрлық қыртыстан жұлынға және таламусқа төмен түсетін байланыстар бар. Бұл миға жоғары көтерілетін сенсорлық ақпаратты реттеуге мүмкіндік береді. Келесі, ассоциативті қыртыс негізгі рөлі қабылдаудан әрекетке өту кезеңі, когнитивті және перцептивті процестерді тоғысатын жері. Оның орналасуы төбеде, самайда, және шүйдеде бөліктерінде орналасқан. Яғни төбеде, самайда және шүйдеде орналасқан ассоциативті қыртыс. Бұл жалпы осы қабылданған импульстардың барлығын әрекетке айналдыруға көмектеседі. 5-ші және 7-ші Бродман аймақтары төбе бөлігі. Бұл 5-ші, 7-ші осы жерде орналасқан 5-ші, 7-ші аймақ, яғни сулькус прецентралис мынау болатын болса, сулькус централис осы болатын болса, одан кейін 1-ші, 2-ші, 3-ші аймақтар Бродманнан орналасқан, 5-ші, 7-ші осында орналасқан. 5-ші, 7-ші аймақтары 5-ші, 7-ші, 1-2-3 жаңа ортаңғы қыртыс, 5-ші, 7-ші артқы жақта орналасқан. Яғни мына сурет бойынша мына орталық шүлдеп алатын болса, 5-ші, 7-ші мына аймақта орналасқан төбе бөлігі. Бірінші реттік
тыста өңделген ақпарат қабылдайды. Бесінші аймақ дененің әртүрлі бөліктерінен келетін ақпаратты өзара біріктіреді. Жетінші аймақ бесінші аймақтан көру қыртысынан ақпаратты алады. Көз, қол координациясын жүзеге асырады, бақылайды. Жалпы клиникалық маңызы. Жалпы бұл мидың зоналарын, мидың аймақтарының клиникалық маңызы өте зор. Оның жарақатына байланысты, одан пайда болатын симптомдарға байланысты невролог дәрігерлер көбінесе жарақат алу зонасын анықтай алады, яғни топикасын анықтай алады. Ал қазіргі кездегі мысалы тек кітаптан алынған ғана мысалды презентацияда көрсетіп отырмын. Жалпы бұны айта берсең біраз нәрсе айтуға болады жалпы айтқанда. Төбе бөлігінің зақымданулары, яғни 5-7 аймақтар, жаңағы таныстырып өткен аймақтар, дененің кеңістіктегі орналасуын қабылдаудың бұзылуына алып келеді. Яғни көбінесе инсульт алған немесе басынан травма алған кезде болатын жағдай ғой бұл. Оң жақ бұрыштық қатпар зақымдалса, агнозия, яғни дененің қарама-қарсы жағында заттарды немесе суреттерді толық елемей қалады, яғни танымай қалады. Конструктивті апраксия, яғни сурет салғанда нысанның тек бір жартысын ғана бейнелей алады. Науқастар өздерінің гемиплегиясын мойындамауы мүмкін. Сол жақ бұрыштық қатпар зақымданған кезде оң мен солды шатастыруы мүмкін, өз саусақтарын атай алмауы мүмкін. Қозғалыстық және сенсорлық функциялар сақталса да, жазуы, яғни аграфия болуы мүмкін. Екі жақтың зақымдануы көру стимулдарына назар аударудың қиындауы және көру арқылы мақсатты нысанда ұстаудың бұзылуына әкелуі мүмкін. Яғни оң жақ бұрыштық қатпар зақымдалса, агнозия болады. Одан кейін агнозия болады. Сол жақ бұрыштық қатпар зақымдалса, аграфия болады. Оңды солды шатастырады. Өз саусақтарын дұрыс атай алмайды, өзінің саусақтары емес секілді болып тұрады. Ал екі жақ зақымдалса, көру арқылы мақсатты қимыл қозғалыс орындау бұзылады. Ал осымен біттік. Келесі бейнероликте жалпы келесі бейнероликте көру, визуалды жүйе, яғни одан бөлек вестибулярлық жүйе, одан кейін қимыл қозғалыстық жүйе жайлы айтып өтемін. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар.